Сәлем достар, сіздердің дауыстарыңыздың жақсы шығуы үшін біз келесі распевканы салғалы отырмыз, яғни дауыс жаттығуын, иә. Енді достар, бұл жаттығуды жасаған кезде сіздерге мен тыныс жаттығуларын бірінші, екінші сабақтарда жасатқанымдай, осыған дыбыстарды қойып орындап көреміз. Бұл жерде диафрагма жұмыс жасайды. Қалай болады? Кәнекей, фа дыбысынан бастаймыз. Я, ха, 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 ха. Музыкасыз. Я, ха, 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 ха. Бұл жерде диафрагма қозғалып жұмыс жасап жатыр. Яғни, бұл дыбысты орындаған кезде қалай шығу керек? Дыбыстар кең, көлемді, ауқымды және де ауыр, салмақты болып шыққаны дұрыс. Қане осы жаттығуды жасап көреміз. Міне орындаған кезде дауыс өткір болып шықпау қажет. Мысалға былай. Я, а. Дауыстың тембрін әдемі етіп шығарамыз. Я, а. Я, а. Я, а. Я, а. Я, 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 Міне диафрагманы осылай қозғалысқа келтіріп, бірінші деп жасап аламыз. Егерде әлі дұрыс ауа алуды білмейтін болсаңыз, YouTube каналдағы бірінші сабағымды көріңіздер, дұрыс тыныс алуды үйреніп алып, содан кейін осындай жаттығуларға көшсеңіздер болады. Мұнда тек қана
жаңадан бастап ән айтып жүргендерге ғана емес, профессионалды деңгейде де ән айтып жүргендерге күнделікті распевка ретінде, күнделікті дауыс жаттығулар ретінде өте керемет сіздерге құрал болып табылады. Қазір мен сіздерге өзімнің даусымсыз музыкамен орындап отырайын. Енді сіздер өздеріңіз жасаңыздар. Ал кеттік. Егер де сіз жоғары ноталарды айтқанда қиналысқа келіп жататын болса даусыңыз, өзіңізді байқап орындаңыз. Міндетті түрде көмекейді көтеріп айтудың 3 тәсілін қолданыңыз. Ол 4-ші сабақта көрсетілген, міндетті түрде сізге көмегі тиеді. Сіздерге сәттілік, сау саламатта болыңыздар.